алғаш рет қолыма ұстадым, әліппені сыйлаған ұстазым. Білім атты әлемге аштың жол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған. Көмегіңмен өзіңнің әліппем, 42 таныстық әріппен. Ең алғашқы білімді алдық мол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған. Рахмет саған әліппе. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған. Рахмет саған әліппе. Сәлем достар, бірінші А класынан сәлем. Сәлем достар, біз бірінші А сынып оқушыларымыз. Бізге мектепке бару ұнайды. Гүлжан апайымыз жақсы адам. Қайырлы күн, қаларыңыз қалай? Бүгін Қырғауылды ауылы орта мектебінде біздің бірінші А сыныбында әліппемен қоштасу салтанатты мерекеміз өткелі жатыр. Балапандарымызға бүгінгі күнге сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта оларға болашақтары жарқын болсын дейміз. Барлық ата-аналардың тілегі қабыл болсын. Осы балалардың жаңағы білім беріп, балаларға барлық жақсыны үйретіп жатқан біздің сынып жетекшіміз Гүлжан Жақыпқызына, мектеп басшылығына, барлық меңгерушілерге, директорға алғысымыз шексіз, ата-аналар атынан. Көп рахмет. Мен бірінші А сыныбымын.
Гүржан апайға мың рахмет. Менің атым әліппе, үйретемін әріпке. Оқу білім сыйласа, барлық бала дәріптер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. А дегенім ана ғой, Б дегенім бала ғой. Меніменен достасып, білім нәрін ала ғой. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Уапапара, 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 уапапара. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, бүгінгі қош пен құтты әліппе атты мерекемізге қош келдіңіздер. Осыдан 4 ай бұрын мектеп табалдырығын қысылада қызыға аттаған бірі отбасының тұңғышы, бірі кенжесі, ата-әжесінің сүйікті де ертесі болып жүрген ұл қыздарымыз өздерінің алғашқы оқулығы болған әліппемен бүгін қоштасқалы отыр. Барлық кітаптың атасы әліппе. Әліппені алғаш қолға ұстаған сәт әрбір адамның есінде ұзақ сақталары сөзсіз. Сондай ақ әліппемен қоштасу да бірінші сынып оқушылары үшін өміріндегі елеулі оқиға. Бүгін менің алдыма келген ақылды бүлдіршіндер білім бастауы әліппені бітіріп отыр. Мұғаліммен бірге, оқушымен қоса, ата-ана еңбегінің де жемісін көресіздер. Ендеше кішкентай бүлдіршіндеріміздің білім өлкесіне қарай басқан алғашқы қадамдары құтты болсын. Көз салып қараңызшы бойымызға, ортақ боп бүгінгі өскен ойымызға. Қош келіпсіз ұстаздар, ата-аналар, әліппемен қоштасу тойымызға. Армысыздар мұғалімдер, әшанда білім іздеп енімен қолды қазғанда, құшақ жая қарсы аламыз сіздерді, бейбеленіп әнде бүгін шырқалар. Өзгеріп жатыр бүгін қала қырым, құп алып халқымыздың даналығын. Бет алып болашаққа бара жатыр, аяулы 6 жасар балалығым. Мен бүгін бұрынғыдан саналымын, қоңырау болып күмбірлейді жаңа күнін. Дәптерде жазылмаған ақ парағы, аяулы 6 жасар балалығым. Бар білімнің бастауы, бар ғылымның бастауы, даналардың данасы, өнер білім оқыған, өнегелі үлгісін, көңіліне тоқыған, айтшы досым білсең сен, не ғажайып бұл деген? Олай болса, бәрімізге ең қымбат әліппені ортаға шақырайық. Армысыздар, жастар, армысыздар, ата-ана, болашаққа жол бастар, әліппен келді ортаға. Білім деген ғажаптың, әліппесін меңгерген, келешегі қазақтың, басталады сіздерден. Талдай болса талабың, айтары көп әріптің, қуанышы халықтың, жақсы білім көрімді, болсын бізде қалайық, не үйреніп, не білді, қане ортаға салайық.
Gümüşler yanıptı, okumuz hazırlayacakta, eletken olan elbette. Ен алғанда әліппені қызығы қарай кетіп мәрттеді. Мен үшін жұмбақ болып қалар мен, ұстазым оның кілтін алып берді. Әліппе білім бұлағы, әліппе ұмышуағы, әліппе білім көзі, әліппе мұған асыл сөзі. Әке шеше атын сен, бізге үйреттің әліппе, бізге нағыз жағынсың, сенен бізді кәріпті. Таныстырған 42 әліппен, қош бол менің қасиетті әліппем, сенің арқаң оқисы аламан, сауатта да қатарына кіргенім. Рахмет саған әліппе. Отан сені ата-ана, отан досым бауырым, отан өлкен астана, отан аудан ауылын. Отан тарих, отан тіл, жасаған жерін ер алған, отан өлген, отан жыр, көтеген көкейген тапқын. Отан осы достарым, күнерге мұны тие біл, отан тебі жасқауын, оны ардақтап сүйе біл.
бауырсаққа қызығып, қарап тұрып көз салып. Қайдан келдің бауырсақ? Дүкеннен келдім нан сатқан. Дүкеннен келдің қай жақтан? Наубайдан келдім нан жатқан. Наубайдан келдің қай жақтан? Терменен келдім ол тартқан. Терменен келдің қай жақтан? Одан келдім пен жақтан. Сен ана менің көзілгім, тек қандай мені өсірген. Арқа тегім ақ бидай, тәттімін жеп көр. Сен өзің байқасын, рахметіңді айтарсың. Айырылмас дос болайық, адамға досылайық. Менің атым бауырсақ, сенің атың қуыршақ. Есіме түсіп жатыр салтанатты, төгілген күн нұрының шапағаты. Ата-аналар қаттыра қол соғыңдар, бишілердің билері қандай жақсы. Қолшатыр биі. Жүрегінен күн шуағын төгетін айтшы досы, оны кім деп білесің?
жүресің күйіп санама, бір сушым сенсің мұғалім, ғалым дана. Mektedim ki
Орманда bir ишик болған екен, ишик ертегісін тамашалаңыздар. Мен тықылау тұшқан, өзімнен шыққан, дос іздеймін өзіме, тату болған өзіме, кішкентай сүйіп секунды, мына үйде кім тұрады?
білімің, ақыл мен таныла, түсіндірер бәріне ана тілі мен бола. Ақыл ойың дананың, ана тілден аласың, ана тілі ардақты, ақ ойың, ақ тілінің, ақ сүтінің ана. Балалар, енді бұрынғыдан да көп оқитын боласыңдар. Ынта қойып оқысаңдар, көп нәрсені үйренесіңдер. Әр сөзімді жаттаған, балалар үшін мақтанам, рахмет айтып шаттанам, риза болып ақтанам, оқумен өсіп толыңдар, аман есен болыңдар. Балаларға ақ тілек, болашаққа бақ тілек, біздерге білім беретін әліппе саған рахмет. Қош әліппен биіктерге асқарға, қанат берген шарықтауға аспанға. Қоштасақты ұмытпаймыз өзімді, тапсырамыз қандастарға. Ана тілім ендігім, ана тілім яғдігім, ана тілім болмаса, бүген нефес кемдігім. Бізді осындай күйге жеткізіп, бірге қуанып жүрген әкелеріміз бен аналарымызға, әжелеріміз бен аталарымызға
Балалар, сендер не үйрендіңдер? Қара кеке әріпті. Онға дейін санауды. Табиғатты зерделеуді. Үлкен кішіні құрметтеуді. Өлең айтып, билеуді. Түрлі сайыстардың жеңімпазы. Тәуелсіз еліміздің туын көкке көтереміз. Адал, еңбекқор, парасатты, азамат болып өсуге қор әрқашан күмсінбесін әлі. Балалар, тыныш тұрамыз, қас береді. Бәріне біреу ұстап ма? Бәріміз көрмедік. Әлі кім Ерасылға біреу? Міне.
тұңғыш оқулықтарын әліппе бойынша оқуды үйреніңдер. Әліппе сендерді тек әріптермен таныстырып қана қойған жоқ, оның беттері сендерді бір-бірлерімен тату дос болуды, адамгершілікке үйретті және мектеп ережелерімен таныстырды. Білім баспалдағына өрлеген сапарларың құтты болсын. Бойларыңда от бар екенін байқадым. Жүректеріңде шоқ бар екенін байқадым. Әрқашанда сол шоқтарды өшірмей, жалындатып шарықтарын дегенде сендерге рахмет деймін. Әліппені оқыдың сен қастерлеп, марапатқа лайықсың сен жас бөбектер, енді оқушыларды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Мектебімізде бастауыш тобында, бірінші А сыныбында үлкен мереке болып жатыр. Сіздер білесіздер, биыл осы әліппенің бастауын бастаған әліппенің атасы Ахмет Байтұрсынов атамызға биылға 150 жыл толады. Және де тағы да бір жаңалығымыз, биыл әліппеміз өзімізге оралды. Мінекей, балалар енді жарты жыл бойы осы әліппеден әріп танып, оқып, білім алды. Бүгін көріп отырсыздар, балаларымыз керемет өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр. Біріншіден, осындай керемет іс-шараны ұйымдастырған сынып жетекші Гүлжан апайымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сондықтан осындай мені сахнаны безендіріп жатырсыздар. Балаларға қандай керемет әсем киімді киіндіріп, осының барлығы тіктіріп жатырсыздар. Осының барлығы сіздердің ауызбіршіліктеріңіздің арқасында деп ойлаймын. Және де үшіншіден алғысым мына кішкентай балапандарымыз, сіздерге көп-көп рахмет. Бүгін не деген керемет тақпақтар айттыңыздар. Билеріңізді, өнерлеріңізді тамашаладық. Керемет көріністеріңізді көрдік. Ал балалар, енді осы әліппемен қоштасып, ана тілді қолға алдыңыздар. Осы ана тілден көп біліп, оқып, үйреніп, әрқашанда мерейлеріңіз үстем, мәртебелеріңіз биік болсын. Осы балапандарыңыздың әрбір басқан қадамдарыңыз сіздерге қуаныш, жақсылық әкелсін. Әрқашанда осылар біздің болашағымыз, келешекте біздің еліміздің елін сүйген, ел сүйген азаматы, азаматшалары болсын. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Оқушылар, ұстаздар, мен бүгін қуаныштарыңыз құтты болсын. Ата-ана емес, оқушы емес, мен қуанып отырмын. Біріншіден әліппеміздің қайтып келуіне, ана тіліміздің қайтып келуіне қуаныштымын. Екіншіден осындай іс-шараны жасап, енді 3 жылдай болды ғой үйге тығылып отырғанымызға.
осындай кең жерде іс-шара жасап жатқанымызға қуанып отырмын. Қандай іс-шаралар осында көп, осы уақытқа шейін осы мектепте, осы актив залында тек қуаныштар болған көп. Соның бәрі көз алдынан қазір жүгіріп өтіп жатыр. Сондықтан да биылғы біздің бүлдіршіндеріміз бақытты деп ойлаймын. Сауат ашуымыз қалып, әліппеміз ортамызға келіп жатқанына қуаныштымын. Бірақ айғайлап құлағымыздың құрышын қаңғырт десек те болады. Және ең үлкен алғысымды осы екі жүргізушіге айтқым келіп тұр. Жаттап алған ғой деймін бәрін. Дауыстары да керемет, рахмет. Тек биіктен көріңіздер, балаларымыздың тек қуанышын көріңіздер, жақсылығын көріңіздер. Енді ортақ балалар ғой біздің, ортақ баламыз. Биіктен көрсін, өзіміздің қазақ елінің патриоттары болсын, бүгінгі киімдеріне аттан заттар сай болсын. Керемет киімдеріміз де керемет, безендірулеріміз де керемет. Жақсы айтып болған көп уақыттарымызды осы неге жібергендеріңіз көрініп тұр, бірақ нәтижесі жақсы шығып тұр. Сондықтан балалар, әліппемен қоштасып ана тілін қарсы аласыздар ғой. Ана тілде жақсы әліппені қалай оқысақ, арада да солай оқимыз. Бірақ мына жақтағы шеттелер бүгін шулады деп тәрбие болғаннан тәртіптерін айтып қояйын да. Бар жақсылық тілеймін. Осындай грамоталарыңыз көп болсын балалар, жетістіктеріңіз мол болсын. Жақсылықта осындай қуанышта басқысы. Сіздерге көп рахмет. Сіздердің арқаларыңызға балаларымыздың жайлап ортада тұрғандары. Заманымыз тыныш, ел жұртымыз аман болсын. Атынан сөз кезегі Шынар апайға береміз. Құрметті аяулы ардақты Гүлжан апай, бүгін біздер білім ордасының киелі сахнасында балаларымыздың салтанатты ән кешін тамашалап отырмыз. Бұны шығармашылық кеш деп атауымызға да болады, өйткені өлгеніміз тірілгендей, жоғалтқанымызды тапқандай болған киелі біздің әліппеміз арамызға 4 жылдан кейін қайта келді. Әліппемізбен қайта қауыштық. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп ұлы Абай атамыз айтқандай, сіздердің жас ұрпаққа беріп жатқан тәлім тәрбиелеріңіз, үлгі өнегелеріңіз өлшеусіз. Оның ешқандай өлшеуі жоқ. Сіздер балалардың болашағын айқындайтын жандарсыздар. Бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі жемістік күннің кепілі. Оған кәміл сенеміз. Ұстаздан шәкірт озған деп, осы білім ордасындағы білім беріп жатқан шәкірттеріміз мектебіміздің атын асқақтататындай үлкен тәжірибелі шәкірт тәрбиелерімізге кәміл сенеміз. Құрметті Гүлжан апай, шәкірттеріміздің құрметі мен махаббатына бөлініңіз. Мерейіңіз үстем болсын. Ұстаз келер күннің ұстазы дейді. Балаларымызға әліппені жаттатқызып, қолдарына қалам ұстатқан еңбегіңіз жемісті болсын. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін, деніңіздің саулығын берсін. Осы балаларымыздың әрбір қуанышына, әрбір жақсылығын тек қана бірге көріп, тамашалап, сізбен біз болып жүрейік осы өмірде. Барлықтарыңызға дендеріңіз сау болсын. Алла сіздерге ұзақ ғұмыр берсін. Отбасыларыңызға береке, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін. Тек қана жақсылық пен қуанышта кездесе берейік.
Шашатын ертеңіме жарық бартадан Қолсыздық аспанға жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға Бартадан қолсыздық аспанға жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға Ұстаз берген қолыма ең алғашқы әліппе Түстім арман жолына 42 әріппе Толы болған қызыққа туған үйде сыйлыям Қазақ тілі, физика, алгебра, химия Ең алғашқы еркелік сабақтардан қашқанбыз Күлім қаққан класстас жүзінен шашқан қыз Естен кетпес көктемім жүрегімнің жыр әні Ақ күмбезді мектебім бақытымның тұрағы Естен кетпейтін мәңгі 11 жылымыз. Саламатсыздар ма ата-аналар, бірінші А сынып оқушылары, Гүлжан апайымыз, ұстазымыз, сіздерге мың алғыс. Бүгін әліппемен қоштасуымыз өте керемет өтті. Болашағымыз зор болсын. Осы балаларымызға үмітіміз зор. Алла қаласа 11 сыныпта осы видеоны көруді Аллам нәсіп етсін. Құтты болсын.